Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай гүлді кестені тігуді үйрететін боламын. Өте оңай тігіледі. Ол үшін мен сарафан тоқығанмын. Осындай сарафанның қалтасына тіктім. Астына міндетті түрде осындай астар мата алып алыңыздар. Және де осылай шеңбер сызамыз, және де оның дәл центрынан точка алып қойып қоятын боламыз. Міне осылай 2-3-4 2-3 гүл сызып аламыз. Гүлдің сабақтарын, осылай сабағын осылай сызып аламыз, және де жапырақтарын да сызып алатын боламыз. Енді бізге күлгін түсті жіппен және де жасыл түсті жіп керек болатын болады. Енді жібімізді инеге өткізіп алып, міне инемізді артқы бөлігінен, осылай қалтаның артқы бөлігінен матаны астындағы матаны ұстап тұрамыз, бірге қосып тоқитын боламыз. Және де осы гүлдің шеңбердің дәл центрінің бағаны белгілеп қойдық, сондай центрдан өткізетін боламыз. Міне осылай шеңбердің осындай шеткі бөлігінен сызып қойған бағанағы шеңбердің үшбұрышты қылып тігетін боламыз. Енді гүлді бастап тігетін боламыз. Байқап тұрғаныңыздай, бірінші жіпті алып өтпедік. Ешқандай тікпейміз, айналдырып отыратын боламыз. Одан кейінгі жіпті тастап кетеміз де, одан кейінгі үшінші жіптен астыңғы бөлігінен осылай жіпті өткізіп отыратын боламыз. Осы айналдырып, қатты қысып қоймаңыздар, қатты қыссаңыздар, гүлдеріңіз өте
қысыңқы болып және де пышный болып шықпайтын болады. Әдемі болып шықпайтын болады. Міне осылай бір жіпті тастап, екінші жіптің астыңғы бөлігінен осылай айналдырып отырып, мына шеңберді толтыратын боламыз. Енді міне гүлдерімізді тігіп алдық, және де сабақтарын да тігіп алдым. Ең ақырғы сабағын әлі тікпедім. Қарап тұрыңыздар, міне тігіп көрсететін боламын қазір. Міне осылай 3 гүл бағанағы сыздым, соны тіктім. Енді сабағын тігетін боламыз. Мына бас сабағымен осылай жіпті шығарып алып, одан кейін 1 сантиметрлей өтіп, артқа қарай 5 миллиметрдей артқа қарай қайтатын боламыз. Міне, жақсылап байқап қараңыздар. Енді екіншісінде дәл солай жалғастырып кететін боламыз. Тағы да 1 сантиметр жоғары көтеріп, және астына қарай, арқаға қарай 5 миллиметр кішкене қайтып, міне осылай. Міне осылай сабағы дайын болады. Міне. Енді гүлдің ең жоғарғы жағына қарай осылай бекітіп қоятын боламыз. Міне жапырағы да өте оңай. 1 сантиметрдей осылай айналдырып отыратын боламыз. Бір тесіктен осылай екінші тесікке қарай бетіп айналдырып отыратын боламыз. Өте оңай тоқылады. Енді осы көріп тұрғаныңыздай екінші жіпті енді
сәл бірінші жіпте қарағанда сәл 1 миллиметр ғана сәл шетке ғана тегетін боламыз. Сонда біздің жапырағымыз сондай болып шығады. Дәл солай екі жағынан сөйтіп отыратын боламыз. Тігіп 1 миллиметр ғана сәл шетке ғана тегетін боламыз. Міне, осылай біздің кестеміз дайын болды. Өте оңай тігіледі. Және де менің каналымды тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қалған киімдеріңізге осылай тігіп қойсаңыздар болады.